далаға шығу мүмкін емес. Онсыз ер адамды, әйелді немесе баланы көз алдыңызға келтіру қиын. Сән қойларда олардың саны кейде 100-ден асады. Бүгін біз туфлидің шығу тарихымен танысамыз. Туфли бұл аяқтың тобығынан аспайтын өкшелі аяқ киімнің бір түрі. Тобықтан биігірек аяқ киімді бәтеңке, ботильон немесе етік деп атайды. Туфли әртүрлі болады. Қара, ақ, қызыл және әйелдерге, ерлерге, балаларға арналған. Саналуан түрлерге бөлінеді. Қайсысын қайда және немен кию керек екенін есте сақтау үшін арнайы блокнот қажет болар. Десек те, аяқ киімнің ассортименті ерлер мен баланыкінің қосындысынан асып түсері даусыз. Әдетте туфлиді күдеріден, кәдімгі лақталған теріден, кенептен және жасанды материалдан тігеді. Енді аяқ киімнің ерлер мен әйелдерге арналған нұсқаларының даму барысын қарап көрейік. Ежелгі заманда әйел аяқ киімі ерлердікінен онша ерекшеленбейтін. Алайда Үндістанда туфли әйелдің бай екендігін көрсететін. Оны айтулы салтанатты жағдайларда киетін. Ежелгі римдіктер бүкіл аяқты жауып тұратын туфли немесе табандығына қорғайтын сандал киетін. Қазіргі гладиатор аяқ киімі әйелдер сәніне қайта кірді. Европада тұмсығы доғал ағаштан жасалған ауыр кебісте болған. Содан соң туфли әдемі әрі жеңіл, зерлі, барқыт, тері және жібектен тігіледі. Сонымен қоса ерлер мен әйелдер туфлиін бағалы тастармен әшекелейтін. Ағарту дәуірінде әйел туфлиіне бау мен ілгек секілді тетіктер қосылды. Орта ғасырда ер адамға байсалды болып көріну үшін тұмсығы ұзын иілген туфли қажет болды. Бұл ыңғайсыз болды. Сондықтан сүрініп кетпес үшін тұмсығын аяққа жіңішке баумен байлап қоятын. Аяқ киімнің көлемі үлкен болса соғұрлым бай кісі саналатын. 19 ғасырда теріден жасалған ерлер туфли ыңғайлы қолайлы болды. Өкшесі орташа келген, баулы не ілгекті. 20 ғасырдың басында ерлер киімнің қазіргі нұсқасына ұқсас түріне қол жеткізді. Оның үстіне мұндай аяқ киімнің ұлтарағы асимметриялық